Құрметті оқырмандар, орталық қалалық кітапхананың кітап қорына келген жаңа кітаптарға шолу жасаймыз. Шындық дөп еткен жан еді. Белгілі жазушы дәрігер Зейін Шашкиннің туралы бұл жинаққа оның замандастары, әріптестері мен дос-жарандарының қаламгер туралы айтқан жылы лебіздері, айтқан тілектері, туындылары мен сыни мақалалары еніп отыр. Қимадиден Нұғманұлы, Естай поэмасы. Павлодар облысы жұртшылығына ақындығымен танылған қазақтың біртуар ұлы Иса Байзақтан бата алып, ақындық жолын әрі қалай сабақтаған ақтоғайлы Қимадиден Нұғманұлының бұл кітабына өзінің көзі тірісінде баспадан шықпаған Естай, Мақаш, Тыңдағы отау поэмалары және ертістік ақын Қабек Сағитов пен айтысы еніп отыр. Ақын шығармаларының танысу арқылы кітапқұмар қауым соң ақын әрі сазгер Естай Беркімбаевтың өмірі мен Кеңес одағының батыры Махмет Қайырбаевтың жүріп өткен тар жол тайғақ кешулерінен сыр шертеді. Мұхамбет Қасымбайұлы Тұрышевтың ғылым-хал монографиясы. Ғылым-хал деп аталатын монография бұл жоғары оқу орнының студенттеріне, магистрларына, докторанттарына арналған. Мұнда зерттеушінің әр жылдардағы жарық көрген ғылыми мақалалары енген. Монографияда Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы тілге, әдебиетке, тарихқа қатысты мәселелер, сонымен бірге әр кезде мерзімді баспасөзде берілген сұхбаттары да жарияланып отыр. Қос тіл, қос қанат, жыр жинағы, два языка как два крыла. Павлодарлық ақындардың орыс тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен орыс тіліне аударған жыр жинағы. Орыс поэзиясының классигі Павел Васильевтің, сол сияқты қазіргі павлодарлық ақындардың Ольга Григорьеваның, Талғат Гариповтың, Елена Игнатовскаяның өлеңдері ұсынылып отыр. Қазақ тіліне аударуды Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Сүлеймен Баязитов жүзеге асырды. Сонымен бірге Сүлеймен Баязитовтың орыс тіліне аударылған өлеңдері еніп отыр. Кітап көпшілік қауымға арналған. Халқымыз әзілдің жарысы атаңмен ойна, күлкі өмірді ұзартады деп жатады. Олай болса, белгілі жазушы Ғалымбек Жұматов өз антивирусын ұсынады. Бұл жазушының өзіне тән стильде жазылған әзілдер жинағы. Құрметті оқырмандар, кітапханамызға келіп, жаңа оқу кітаптармен танысып,